адам баласының өзінің туған кіндік қаны тамған жер ол үшін киелі қасиетті орын болып табылады. Менің де кіндік қаным тауып дүниеге келген, білім алып, өмірге деген құштарлықпенен самғаған осы Жамбыл облысы мен үшін ыстық және керемет болып табылады. Жамбыл облысы бұл оңтүстігінде Талас Алатауы менен, теріскейінде Мойынқұмның құмы мен, ортасында сан ғасырлық тарихы бар Ұлы Жібек жолы жүріп жатқан тарихи географиялық аймақ. Міне осынау табиғаты кең байтақ жерде дүниеге келіп, өмірге самғап ұшу бұл кез келген адамның арманы десек те болады. Ал енді осы менің туып өскен өңірімнің өзінен бірнеше тарихи тұлғалар өмірге қадам басты. Өткеніңді ұмытсаң, өшкеніңнің белгісі дейді. Тараз жерінен, осы өңірден не бір дүлділ ақындар, не бір батырлар, не бір қоғам қайраткерлері, тарихи тұлғалар дүниеге келді. Атақты Бауыржан Момышұлы, Шерхан Мұртаза сынды ұлы тұлғалардың табиғаттың мінезімен кірген осыншалықты болмысы бүкіл әлемге танылды. Тараз жерінің әрбір тасын түртсең, өткен тарихтан сыр шертетін аймақ. Осынау Ұлы Жібек жолының бойында бой көтерген қаланың тарихы біздің заманымызға дейінгі кезеңдерден бастау алады. Біздің заманымызға дейінгі кезеңдерде осы өңірдегі өмір сүрген біздің ата-бабаларымыз қалалық мәдениетті қалыптастырды. Осыншалықты қалалық мәдениет пен табиғатының байлық қазынасына көз тіккен, алабұртқан көршілер көп болды. Солардың бірі мынау Қытайдың Таң империясы 751 жылы осы Тараз қаласының қасындағы Атылақ жазығында шешуші шайқас болған. 70 000 әскермен келген Таң империясының қолы осы Тараз жазығында біріккен түрік араб әскеріменен сұрапыл шайқас болады. Бірнеше күнге созылған сұрапыл шайқастың нәтижесінде біріккен араб түрік әскері жеңіске жетті. Бұл түбегейлі ислам дінінің Орта Азия мен Қазақстанға тарауындағы шешуші рөл атқарған шайқас еді. Ұлт жоспарына менің де өзімнің қосқан үлесім деп білуім керек. Осы өңірдің тарихына қатысты құнды деректерді жинастырып, халық аузындағы жүзген жазба деректерді жинастырып, өзімізден кейінгі өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа тағылымы мол рухани мұраларды қалдыру парыз деп санаймын.